Қайырлы күн менің құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет қонаққа, дастарханға қоятын печенье жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май, ұн қопсытқыш және де шоколад қажет болады. Жұмыртқаларымызды жарып, үстінен қант қосып, жақсылап ағаранша араластырамыз. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Қамыр қопсытқышты қосуды ұмытпаймыз. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болу қажет. Шоколад пен сұйық майды осылай ерітіп аламыз. Печеньелерімізді осылай дөңгелетіп, немесе өздеріңіздің қалауларыңызша форма жасап, 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Печеньелеріміз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.